Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен өте дәмді, ең пайдалы кашаларымыздың бірі гречкадан жасалатын кашаны бірге дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен табағымызға осындай кішкентай кеседе қатты толтырмай гречкамды салып алдым. Сосын гречкамды жақсылап тазалап алатын боламыз. Сосын барып гречкамызды міндетті түрде 2-3 рет осылай жуып алыңыздар. Жуып болған соң каша қайнататын ыдыстарыңызға осылай салып алыңыздар. Мен осылай салып, үстінен су құйдым, яғни су осылай гречканы батырып тұруы қажет. Сосын кішкентай шай қасықта толар-толмас тұз салып қайнататын боламыз. Яғни осылай қайнап шыққан соң газымыздың астын төмендетіп, қатты төмендетіп жібермеңіздер, осылай қайнау қажет. Сосын су тартылайын деген кезде мен гречканың қақпағын жауып қоятын боламын, және де астына төмен отқа қоямыз. Міне осылай енді қақпағын ашып, гречкамызды араластырамыз, яғни осылай су тартылған болуы қажет. Қарап тұрыңыздар, гречкамыз ыдысымызға жабысып қалмасын. Сосын үстінен мен осындай үлкендеу кеседе 2,5 кеседей сүт құйып алдым. Яғни бұл кесемнің менің миллиграммы 500-600 миллиграммдай болады. Яғни мен өзім сүтті қаншалықты көп құйсаңыздар, соншалықты кашамыз тәтті болып шығатын болады. Яғни гречка сүтті өзіне жақсылап сіңіруі қажет. Сосын 2 шай қасықта мен осылай құмшекерімді салып алдым. Енді газымыздың астын жоғарылатып қайнататын боламыз. Міне қайнап шыққан соң отты тағы да төмендетеміз. Төмендеу отқа қойып 10-15 минуттай қайнататын боламыз. Яғни міндетті түрде тұзыны көріңіздер. Мен осылай тұзыны көріп алдым. Менде тұзы аздау болғаны үшін мен тағы да жарты шай қасық тұз салып жібердім. Яғни 1 қасықтай шай қасықта тұз, 2 шай қасықта құмшекер болды. Міне осылай гречкамыз 15 минут қайнатқан соң мен астын өшіріп, қақпағын жауып 2-3 минуттай қойып қойдым. Міне біздің кашамыз дайын болды. Достар, өте дәмді, балаларыңыз сүйіп жейтін кашалардың бірі болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Ас болсын.